Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге әр жұма сайын пісірілетін жұма шелпегінің жасалу жолын көрсетіп, рецептісін ұсынатын боламын. Мен сіздерге ешқандай ашытқыны қажет етпейтін, ашытқысыз пісірілетін шелпекті ұсынамын. Бұл шелпектерді жасау үшін бізге ұн қажет, сұйық май, сүт, жылы су, тұз, біраз қант, ас содасы және де қаймақ қажет. Тұзымызды, қантымызды жылы суға салып, осылай араластырып, езіп аламыз. Одан кейін оны сүттің үстіне құйып, араластырып, дайындап қоямыз. Қантымыз бен тұзымыз ерігенше осылай араластыруымыз керек. Одан кейін ұнымызды аламыз, оның үстіне сұйық майымызды құямыз, оның үстіне қаймағымызды саламыз. Одан кейін үстіне ас содамызды саламыз. Енді барлығын араластырып, үстіне сүтімізді құйып отырып, қамыр илейміз. Мінекей сүттің бәрін құйып, осылай қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болуы тиіс. Қамырларыңыз жұмсақ иленсе, шелпектеріңіз де жұп-жұмсақ болып піседі. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді салафанға кигізіп 20 минутқа қоямыз. Мінекей 20 минут уақыт өтті. Енді салафаннан қамырымызды аламыз да, осылай кесіп алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. Одан кейін бөліп алған қамырларымызды осылай домалатып қоямыз. Бұл шелпектің рецебі өте бір сәтті рецепт. Өздеріңіз міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сондай керемет болып шығады. Мінекей барлық қамырымызды біркелкі қылып кесіп аламыз да, осылай бірдей қылып домалатып дайындап қоямыз. Міне мен шелпектерімнің қамырын барлығын осылай домалатып дайындап алдым. Менде 8 қамыр шықты. Енді беті кеуіп қалмас үшін 10 минутқа осылай бетін салафанмен жауып қоямыз. 10 минут уақыт өтті. Енді шелпектеріміздің барлығын бір-бірден оқтаумен жаямыз. Шелпектеріміздің барлығын домалақ қылып, біркелкі қылып жаямыз. Және де қатты жұқа қылмай, біраз қалыңдау қылып жайған дұрыс. Біз қамырымызды жұмсақ қылып илегендіктен, жайылған шелпектеріміздің барлығы пленканың үстіне жабысып қалуы мүмкін. Сол себептен осындай бір материал қойып, сол материалдың үстіне дізгеніміз дұрыс. Тура осылай қылып, барлық шелпектерімізді бірдей қылып жайып аламыз. Және де шелпектеріміздің барлығын ұн сеуіп отырып, ұндап отырып жаямыз. Мінекей барлық шелпектерімізді бірдей қылып, әдемі қылып жайып алдық. Енді газға майымызды қойып, қыздыра берсек болады. Енді жайып алған шелпектеріміздің барлығын қызып тұрған газдағы майға бір-бірден салып пісіреміз. Ешқандай ашытқысыз да шелпегіміз осындай болып бөртіп, күшті болып көтеріліп піседі. Тура осылай шелпегіміздің бірінші бір жағын пісіріп аламыз. Одан кейін екінші жағын аударып, келесі жағын пісіреміз. Содан кейін екінші жағын піскеннен кейін шелпегімізді алған кезде сәл майын осылай сілкіп жібереміз.
Өздеріңіз видеодан көріп тұрғандарыңыздай шелпегіміз пышный болып көтеріліп, күшті болып піседі. Бұл шелпектердің түрі ғана емес, дәмі де өте керемет болып шығады. Сол себептен міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Мінекей, менің барлық шелпектерім дайын болды. Осылай болып шығады. Менің рецепттерім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.